Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен Visual Studio ортасында C# тілінің көмегімен интерфейсі бар калькуляторды жасайтын боламыз. Олай болса, бастайық. Қалай компьютерге Visual Studio'ны орнатса болады? Ол үшін бар болғаны Google'ға скачать Visual Studio деп жазасыз. Microsoft'тың сайтына кіреміз. Бізге көріп тұрғандарыңыздай 3 нұсқасы берілген, бірақ соның ішінде біріншісі тегін. Сол тегін нұсқаны орнатамыз. Мінекей жазылды. Жазылған программаны ашамыз. Продолжить батырмасын басамыз. Керекті файлдар жазылып болғандығын күтеміз. Ашылған терезеден өзімізге қажетті компоненттерді таңдаймыз. Бізді .NET платформасы қызықтырады, Windows Forms. Мен осыны ғана таңдаймын. Ал егер де сіздің компьютеріңіздің жады үлкен, әрі жылдам жұмыс істейтін болса, онда қосымша мынандай мобильді қосымшалар жасайтын компоненттерді жазып алсаңыз болады, ойын жасау платформаларын жазып алсаңыз да болады. Таңдап болғаннан соң установить батырмасын басасыз. Мінекей кетті жазылып. Программа орнатылып болған соң перезагрузить батырмасын басамыз. Visual Studio орнатылып болған соң пуск батырмасын басып, Visual Studio 2019 бағдарламасын тауып аласыз және оны іске қосасыз. Егер сізде Microsoft'тың аккаунты жоқ болса, создайте ее деген батырманы басып, өзіңізге ашып, осы жерден аккаунтқа кіріп алсаңыз болады. Ал мен не сейчас деп баса салайын, кейінірек қоса саламын. Осы жерден өзіңізге ұнайтын теманы таңдауыңызға болады. Мен қара түсті ұнатамын, сондықтан қараны басайын. Запуск басамыз. Жаңа жоба құру үшін создание проекта батырмасын басамыз. Ашылған терезеден C# тілін, сонымен қатар приложение Windows Forms дегенді таңдаймыз. Бір рет таңдап алған соң сізде мына жақта сол жағында келесі жолы дайын тұратын болады. Далее батырмасын басайық. Жобаның атауын берейік. Атауы калькулятор. 1.0 болсын. Бірінші нұсқасы. Одан соң жобамыздың орналасатын жерін таңдаймыз. Сіздер өздеріңіз рабочий столда C# жобаларына арнап, арнайы бума, яғни арнайы папка ашып қойсаңыз болады. Барлық жобаларыңызды соның ішіне сақтап отыратын боласыз. Создать батырмасын басамыз. Мінекей біздің жобамыз ашылды. Бастапқы экранда бізге мынандай бос терезе берілген. Егер қос көретін болсақ, бұл терезені пуск батырмасын басайын. Мынандай бос терезе пайда болады. Енді әрі қарай осы тереземізді жетілдіріп біраз, оны әдемілеп, ішіне батырмалар қосатын боламыз. Ең алдымен тереземіздің атауын өзгертейік. Form 1 дегенді өшіріп тастаймындағы, мінекей мына оң жағында қарасаңыздар, свойства деген, яғни қасиеттер терезесі бар бізде мына жерде. Үлкейтіп қояйық. Сол қасиеттер терезесіндегі текст деген қасиетін өзгертеміз. Ішіне калькулятор деп жазайық. Калькулятор. Мінекей калькулятор деген атауы мына жақта пайда болды. Сонымен қатар, енді формамыздың түсін өзгертейік. Түсін өзгерту үшін мына жоғарғы жағында back color деген қасиеті бар. Осыны ашайық тағы. Өзіңізге ұнаған қандай да бір түсті қойсаңыз болады. Мен мынандай түсті таңдайын. Сізде қасиеттер терезесі басына мынандай түрде берілу мүмкін. Ыңғайлы болу үшін алфавит ретінде қойсаңыз болады.
Әрі қарай кеттік. Егер формамызды қосып көретін болсақ, біздің формамызды былай жылжытуға, үлкейтуге болады екен. Осыны өшіріп тастайық алдымен. Қолданушы оны өзгерте алмау үшін Form Border Style деген қасиетін тауып аласыздағы, оны Fixed Single деген нұсқаға ауыстырасыз. Және сонымен қатар форманың көлемін үлкейте алмау үшін қолданушы үлкейту батырмасын өшіріп тастайық. Ол үшін мына жақтан Maximize Box деген қасиетін тауып алып, False-қа ауыстырасыз. Енді қосып көретін болсаңыз, қолданушы біздің формамызды үлкейте алмайды, сонымен қатар көлемін өзгерте алмайды. Мінекей. Енді формамыз тым үлкен болып кетті калькуляторға, сондықтан біраз кішірейтіп тастайық. Осындай болсын. Енді қолданушы біздің калькуляторымызға қандай да бір сандарды енгізу үшін біз соған арналған элементті қосуымыз керек. Ондай элемент бізде text box деп аталады. Терезенің сол жағында панель элементов деген терезені ашасыздар. Егер бұл терезені байқамай жауып алған болсаңыздар, немесе сізде жоқ болса, оны View деген менюға кіріп, панель элементов деген жерден шығарып алсаңыздар болады, мінекей тұр. Немесе Ctrl-Alt-X деген батырмаларды бірге бассаңызда пайда болатын болады. Осы панель элементовтан мен тауып алайын text box-ты. Text box. Міне. Қолданушы бізде алдымен бірінші және екінші санды енгізетін болады, сондықтан да маған 2 text box керек. Қосып көрейік. Қосу үшін пуск батырмасын бассаңыз болады, немесе F5 батырмасын бассаңыз да қосыла береді. Мінекей біздің формамыз шықты. Және олардың ішіне біз қандай да бір сандарды енгізе аламыз. Енді мына text box-тарымыздың шрифттарын үлкейтейік. Ол үшін фонт деген қасиетті тауып аласыздағы. Қазір бізде 8-де тұр. Біз оны алаяқтағы 16-ға ауыстырайық. Мінекей үлкейді. Қосып көретін болсақ, ішіне жазған сандарымызда үлкен болып, әдемі болып көрініп тұрады. Енді әрі қарай кеттік. Енді біз алаяқтағы қосу, азайту, көбейту, бөлу батырмаларын қойып шығайық. Батырмалар бізде button деп аталады. Button 4-еу таңдаймыз. Бірден 2 рет бассаңыз пайда болады. 1, 2, 3, 4. Мінекей 4 батырма пайда болды бізде. Осындай көлемде болсын. Қалғандарының да көлемдерін бірдей етіп жасау үшін біз алдымен көріп алайық қанша болған. Size, яғни 50-де 31 екен. Мына қалған екеуін белгілеп, size-ға апарып, 50-де 31-ге ауыстырайық. 50 және 31. Мінекей бірдей болды. Мінекей.
Енді әрбір батырманың мәтіндерін ауыстырып шығайық. Біріншісі бізде қосу болсын, екіншісі азайту. Текст қасиеттерін ауыстырамыз. Үшінші көбейту. Және төртінші бөлу. Біздің амалдарымыз дұрыс көрінбей тұр, сондықтан да олардың да шрифттарын аздап үлкейтейік. Қайтадан фонт қасиетін таңдаймыз. Майлы шрифт таңдайық, және 2 есе көбейтейік, 16-ға дейін апарайық. Міне. Енді дұрысырақ болды. Енді тең болады деген мәтін қойып қояйық, кішігірім. Ол бізде мәтіндер бізде лейблда жазылады. Лейбл. Атауын өзгертейік, тең болады дегенге. Және үлкейтейік оны дағы. Оны да жирный жасаймыз. 28-ге дейін үлкейтейік. Міне дұрыс болды. Түсін аққа бояйық. Ақ түске қою үшін лейблді белгілеп аласыздағы for color деген қасиетін таңдап, оған ақ түсті қойып қояйық. Мінекей. Енді біздің амалдарымыздың жауабы шығып тұратын тағы бір лейбл қояйық. Лейблді алып, мына жаққа қоямыз. Нөлге қойып қояйын, түсінікті болу үшін. Бұны да ақ түске бояйық. Және үлкейтейік. Мінекей. Тамаша болды. Мына жақта ұзынырақ сандар шығады, сондықтан осылай қалдыра салайық. Енді қосып көретін болсақ, біздің бағдарламамыз бұлай көрінетін болады. Мына жаққа бірінші санды жазамыз, және мұнда екінші санды. Тек әзірге мына батырмаларымыз бізде жұмыс істемейді. Сондықтан да әрбір батырманың жеке-жеке кодын жазатын боламыз. Ол үшін алдымен қосуды жасайық. Қосуға барамыздағы тышқанның сол жақ батырмасын 2 рет басамыз. Міне бізде код жазу терезесі ашылды. Енді біз алаяқтағы 2 санымызды сақтайтын айнымалылар ашайық. Айнымалылар бізде қолданушы бөлшек саны да енгізіп қою мүмкін. Сондықтан да double типтегі айнымалы ашамыз. Double. Бірінші айнымалымыз A болсын. Оған жазамыз TextBox 1-дегі мәтінді. Яғни, мына TextBox-тың мәтінін алып, сол айнымалыға жазатын боламыз. TextBox 1 нүкте текст қасиетін таңдаймыз. Енді мұнда қарап тұрсаңыздар, бізде қате шықты. Яғни, стрингті жолды даблға, яғни санға ауыстыра алмаймын деп шығып тұр. Сондықтан да біз мына жерге жазамыз. Double нүкте parse дейміз. Бұл код не істейді? TextBox-тағы текстті мәтінді алады дағы санға айналдырып, A айнымалысына жазады. Түсінікті болса, ары қарай кеттік. Дәл осылай B айнымалысына жазамыз. B айнымалысын ашамыз, оған TextBox 2-дегі мәтінді жазамыз. Бізде программада енді 2 санымыз бар. Енді бар болғанда осы 2 айнымалымызды қосып, нәтижесін мына label 2-ге шығаруымыз керек. Ол үшін қайтадан жазамыз. Label 2 нүкте текст тең болады. Текст қасиетін шығарамыз, яғни A қосылған B дейміз. Біз енді тағы да қате шықты мына жерде. A және B бізде бөлшек типте, бөлшек санның типінде. Ал label 2-нің тексті ол тек қана мәтінді қабылдайды. Сондықтан да мұна екеуін жақшаға аламыз дағы.
бұны мәтінге айналдыру үшін соңына нүкте қойып toString деген әдісті таңдаймыз. Және бос жақшалар қоюымыз керек. Тексеріп көрейік бағдарламамызды. — 147 жазайын, мына жаққа 3 жазайын. Қосатын болсам 150. Тамаша жұмыс істеп тұр. Енді дәл осылай қалған батырмаларды жасап шығамыз. Мына кодымды көшіріп алайын. Азайтуға жасайық. Бұл жерде жай ғана таңбасын ауыстыра саламыз. Көбейту. Және соңғысы бөлу. Мына жерде мына кодтарды қайталап жазып отырмау үшін функция арқылы түрлендіруге болады, бірақ бұл функция тақырыбын алдағы тақырыптарда өтетін боламыз. Қосып көрейік. — 12 және 5 дей салайын. Қоссам 17, азайтса 7, көбейтсе 60, бөлсе 2,4 шығады. Тамаша. Енді біздің алғашқы калькуляторымыз дайын болды. Келесі сабақта мынандай үлгідегі калькулятор жасауымызға болады. Бұл жерде мүлдем басқаша алгоритм қолданатын боламыз. Енді біз өзіміздің бүгінгі жасаған калькуляторымызды компьютерден тауып алайық. Ол үшін өзіңіз сақтаған буманы ашасыз. Калькулятор 1-0. Тағы да бірінші буманы ашамыз. Bin, debug. Мінеки, калькулятор 1-0 қосымшасы пайда болды мына жерде. Қосып көретін болсақ, дәл бағанағы калькуляторымыз. Енді осы қолданбаны алып, достарыңызға көрсетсеңіз болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаған болса, лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырсаңыз болады. Келесі сабақта кездескенше достар.